тарапынан өнер көрсеткен Жастар көкпар лигасының бірнеше дүркін чемпионы және екінші төреші Ардақ Мырзабай. Қазақстан Республикасы көкпардан, аударыспақтан спорт шебері және чемпионы. Және Үсен Дархан қадірлі ағайын. Ал құрметті төрешілер, енді көкпарға ортадағы алаңға кезек берейік. Ал қадірлі ағайын, қадірменді студенттер, қошеметпен шығарып салайық. Әр команда, әр құрама команда. Көкпар екен көрсетейік. Студенттерге тамаша ойын болсын, бір театрға толы, керемет, рухани әсер алсын деп жасалып жатқан көкпар екен. Тағы да таныстырып кетейін. Бірінші нөмірдегі Бекназар. Сыраотқа. Алырын. Су татазы бар. Ал ортадағы жекпе-жекке назар аударайық. Кеттік қадірлі ағайын, қарқынды түрде ары қарай жалғастырайық. Жастар көкпар Азия. Ортада тамаша дода 3-ші нөмірден Күнтуғанмен және де 4-ші нөмірдегі Ташкентмир палуанның ортадағы тартысы. Қадірлі ағайын, қараңыздаршы, жатып тартып жатыр әлі, жата тартыс деп айтады. Артқа қарай жатып тұрып тартпаса, бір-біріне көмектеспесе, мінекей 2-ші нөмірдегі Алын Назаров тақымын босатпайды. Алын Назаров! Жау! 3-ші нөмірде Дүйшалиев Таласпек. 3-ші нөмірде Күнтуған Сейдулла. Керемет, кімді туғызғанын көрсетті. Керемет, міне еңкейді. Енді Күнтуған еңкейді. Күнтуғанның кезегі, міне жоқ. Міне қақты. Міне ортадағы әлі. Күнтуған, жарайсың палуан. Жона. Қазығұрттың тумасы, жоқ, Қырғызға бұйырған тақымына біре. Жоқ, төреші. Көрсетіп отырайық. 100-ге емес, ұлтқа емес, жылға бөлінсек жарасады сияқты. Ал кеттік, ал міне ортада. Тартыстан кейінгі намыс қой. Дұрыс, ашуланбаса жігіт бола ма? Ашу, ақыл, бәрі дос. Жігіттің басына біткен қасиет, міне Күнтуғанның астындағы керемет тұлпары. Қадірлі ағайын, Найман Қасқа. Найман Қасқа жоқ, алаң сыртына. Күнтуғанды сырт қаланға қарай. Қырғыздың палуандары. Атты кен осылай бол керек, міне Қарабайырдың тумасы. Ақырын серкеге қарай жақындай. Әбден қағып үйренген, жолатпауды үйренген Найман Қасқа жанымен қарайын қайлап берген сияқты. Найман Қасқан қайлады, Күнтуған еңкеуге сәл ғана қалған сияқты. Жолатпай жатыр, міне Күнтуғанды 3-ші номердегі Дүйшалиев Таласпекті жолатпай. Күнтуған тақымға ие болды, жарайсың. Енді жіберме тақымдан. Тақымыңа ие бол дейді атам қазақ. Міне Күнтуған керемеді. Қандай, қорғаушы міндетін қалай атқарды Қырғыздың палуаны. Міне 1-ші номердегі Бекназар Аматовтың керемет қорғаған сәті. Күнтуғанды ақыры қиғаштап отырып, қақпайлап отырып, алаңның сыртына қарай керемет шығарып салды. Енді ортада Ақжол, енді ортадағы жекпе-жекке назар аударайық ағайын. Міне есе 1-1, нағыз тартысты сәт. Қадірлі Қазақ ұлттық Әл-Фараби университет студенттер, жанкүйерлік танытуды қоймаңыздар. Сіздер шаршасаңыздар, олар не істейді? Шаршамай, қолда көрсетейік. Міне студенттерден құралған палуанда 1-ші номерде Бекназар Аматовтың тақымында
Бекназар Аматов астындағы Бақторы. Міне Бақторы мен шамсы Бекназар Аматов. Ай, міне. Міне жеке дара асықпай-ақ Бекназар Аматов тағы да бір салымға ие болды. Есеп 2-1 екенін айта кетейік. Қатысып жатыр бір-біріне әдейілеп жекпе-жекке де кезекте берілді. Талпа тартысты да көріп жатырмыз міне. 3-3 тартыста болып жатыр. Талпа тартыс. Еңкейді міне іле жаздады. Зақ еңкейді ілді. Аттың тұяғына ілді. Міне Күнтуған келдің жеке дара. Күнтуған келдің жеке дара. Тақымға бас. Бас тақымға ыңғайла. Ей тақымға бас. Міне Күнтуғанның Есебекте бір екенін айта кетейік. Күнтуған тамаша ілді ағайын. Тамаша ілді. Тамаша тақымына баса жаздады. Үлгірмеді ағайын. Алаң сыртына қарай шықпеді. Міне бұл 3-3 ағайын. Бұл алаң арнайы 3-3-ке арналған Жастар көкпар лигасының өзінің ережелері бар осындай. 3-3 ортадағы енді жекпе-жек мінекей. Күнтуған тағы да Найман Қасқамен. Күнтуған Найман Қасқамен. Көрейік, бірінші нөмірде Бекназар Аматовты жақындатпаудың үстінде. Бекназар Аматовтың мінекей қаққан сәті жоқ. Одан нәтиже жоқ. Күнтуғанның Найман Қасқасы оған бой берер емес. Бүткіл жағдайда Күнтуғанның тілін алып тұрған Найман Қасқа әлде болса. Күнтуған міне еңкейді. Жеңіске жетті міне жекпе-жекті. Ай жарайсың міне. Күнтуған намыс қайда міне жібермей. Алаңның сыртындағы жағдай ортада қайтадан жекпе-жек. Сонда ол уақыт кімде қалды, я? Төреш уақытты біткенін айтты ағайын. Енді 3 минут. Әке, жақшылы? Күнтуған жақсы тартып жатыр. Күнтуғанның палуанның тақымында. Күнтуған мінекей алаңға қарай келді. Қазандықтың түбіндегі жағдай. Күнтуған! Ай міне, қазандыққа 99% салынған сияқты еді. Бірақ қырғыз палуан қорғаушылар өз міндетін атқарды. Найман Қасқаны қараңыздар. Шай шіркі. Аяғы да қасқа, төбелі де қасқа. Қандай жарасымды. Найман Қасқа мінекей Күнтуған. Қазақ ұлттық Жамалиев атындағы университеті. Күнтуған жоқ, екінші нөмірдегі тамаша ержігіттің 3 Күнтуған елді қайтады. Ай, бомбардир Күнтуған. Жарайсың. Ал ортада жекпе-жекке тағы да Күнтуғанның шығуы. Үшінші салым Күнтуғанға бұйырма. Қамшы сағатқа сал қамшы. Күнтуған қазандықтың түбінде 3-ші салымға ие бола ала ма? Ей! Әлде болса алаңның ішінде Күнтуған жарайсың. Әлде болса сенің тақым. Жоқ, екінші номердегі 2-1-дей палуанның шаба тартысы. Қарашы екеуді екінші номерде Ержігіт пен Алының тартысы. Әлде болса Алы Ержігіт екеуінің қайсының күші мықты, қайсының тақымы мықты міне. Шаба тартысын көрдіңіздер. Ағайын, бұл көкпардың өз көптегі түрлерге бөлінеді. Шаба тартысы, жата тартысы дейді, артқа жантая тартысы, жекпе-жектің тартысы. Қаға тартыс дейді. Қағып отып бірімен тартысы өбді мүмкін. Міне көрдіңіз бе? Қаға тартыс болды. Міне шаба тартыстың тамаша жекпе-жектің жеңіске жеткен Күнтуған. Әл-Фараби атындағы университетінің студенті, палуаны Күнтуған
senin barcha jankeyrlerin koldau көрсөтүүдө. Күнтуған келді жеке. Ey Күнтуған келді. Міне қазандықтың түбіндегі жағдай. Күнтуғанның тақымында емес ақылында. Міне 80% қазандықтың түбіндегі жағдай. Қалай болады екен? Күнтуған өзінің тәжірибесін қалай бөлісе алады? Барша өзінің жиған тәжірибесін осы жерде қолдану керек сияқты. Күнтуған артында мыңдаған студенттер. Әлде болса Күнтуғанның тақымында. Ей Күнтуған! Жіберме, әлде болса тақымында қараңыздаршы. Намыс, Күнтуған! Қошемет ағайын бірінші номерде. Абылайхан Қошамбердиев. Түркістан облысы Жетісайдың тумасы. Қазақ ұлттық әл-фараби атындағы университетінің студенті. Ай мінеке, әне, қырғыз бауыр шауын шауып келді әлема. Ілді. Алаңнан шығып кетті. Алаңнан шықты. Енді ортада жекпе-жек есеп 3-2 қадірлі ағайын. Әлде қуанатын уақыт әлі алда, артынан қуанып, артынан күлетін сәттер әлі алда. Бұл деген көкпар ғой қадірлі ағайын. Еселеніп кетуі әбден мүмкін. Міне қырғыз палуан тақымден басқан сыңайлы. Жоқ, Күнтуғанның керемет тартып барып түсірген. Міне жеке дара келді бірінші номердегі. Жоқ, Күнтуған еңкейді. Қорға, Күнтуған. Әттеген-ай. Міне Күнтуғанның тамаша еңкейіп, тамаша әлесін көрдіңіздер. Міне палуан. Бір қошемет құрмет білдірейін Күнтуғанның еңбегіне. Күнтуғанның еңбегін бағалау керек. Міне бағанан бері, басталғаннан бері бір жаны тынған жоқ. Міне Найман қасқасында бір демалып үлгерген жоқ әлі. Міне орта жекпе-жекте де Күнтуған, шабыста да Күнтуған. Күнтуған. Ата-анасынан айналдым осындай бізге ұл туған дейікші. Ай бәрекелді, Найман қасқасы әлі өзіне тартып туған тума. Астындағы атын өзіңе жараса шіркін-ай, тартқанға не жетсін. Атқа лайық туған палуан, аты өзіне лайықты. Міне, Найман қасқа қорғаптыр. Қараш аяқпен, қандай адам істемейтін жағдайды істеп отыр ғой. Итеріп атыр. Екі етін сәт, міне Күнтуған келді міне. Келді жекеді, жоқ, Күнтуған бәрін біліп тұр. Аяғымен де басып алды. Найман қасқа білет. Күнтуғанды әбден жаттап алған, палуан сезіп отыр. Аяғымен басып бер. Күнтуған енді осы жерде жіберме. Мыңдаған студенттер саған үміт артып отыр. Күнтуған. Міне үшінші Күнтуған алаңға әдейі шығарды ол Күнтуған. Жекпе-жек қайтадан жалғасса екен дейді. Жекпе-жек шебері ғой бұл. Әдейі істеді. Екінші таймға өзі бір 10 секунд қалды. 10 секундтың ішінде не нәтиже болады көрейік. Бұл 2 секундта бір салып кетіп әбден мүмкін ағайын. 1-2 дегенше мінет. Бәріміз бірге санайықшы. 9, 8, 7, 6. Бітті уақыт, құрметті төреші. Жанкүйерлер уақыттың біткенін мінекей сіздерге хабарлады. Осымен жылына керемет бір естен кетпес сәттерге назар аударайық. Мінекей екінші тайм есеп 3-2 екенін ескертегенде Қазақ ұлттық әл-фараби атындағы университетінің палуандары мен қырғыз құрама командасының тамаша бірінші номерде Бекназар қырғыз палуаны. Жеке дара барды, асығыс жоқ. Ақырын сылап сипап салуға болады. Міне келесі салым міне 3-3 қадірлі ағайын. Қырғыз Республикасынан арнайы Бекназар Аматов 96 жылға 2018 жылдың Қырғызстан чемпионатының чемпионы, көкпардан спорт шебері, ат құлағында ойнаған алпамыс. Ал енді есеп 3-3 қадірлі ағайын. Енді тартыс мінеке алдыда 4,5 минуттай бар. Салған команда Күнтуған. Жарайсың. Енді ортадағы жекпе-жек мінекей. Тамашалайтын боламыз Күнтуған мен
Бекназардың арасында өте ма көрейік. Ортадағы жекпе-жекке кез келген палуан қатысуы бола беретінін айта кетейік. Мінекей Бекназар Аматтың бақторысы, Күнтуғанның Найман қасқасы. Күнтуған мінекей асықпай елді. Тақымға, бірден тақымға. Жігіттер көмек керек, Абылайхан ер жігіт көмек керек. Көмек Айболат. Көмек керек біздің Күнтуғанға. Қорғай, шеу бірдей келді ғой. Күнтуғанға жабылып отыр, не істеп жүр Айболат? Абылайхан, не істеп? Күнтуған Найман қасқаны ақырындап жіберіп алғанын көрдіңіздер, қадірлі ағайын. Стайық, Найман қасқаны ұстап үлгерейік. Мінекей Күнтуған аттан құлаған сәтін өте пайдаланып бара жатқан қырғыздың балуаны. Ай, аты кетіп бара, ай, бәйгінің аты-ау шамасы. Тоқтауы қиын. Міне алаңға тастап үлгерді ағайын. Алаңға шығарып үлгерейік Күнтуғанның атын ұстағанша. Алаң сыртындағы жағдай. Міне қадірлі ағайын, көрдіңіздер Күнтуғанның тамаша құлаған сәтін пайдаланған. Аттар қайрылып айтпай. Ал Назаровтың керемет алаңға ойнағанын көрдіңіздер. Ал жекпе-жек тамашалайық. Кім ортаға? Бізде міне 4-ші номердегі Айболат Бердімұратовпен Айболаттың астындағы дүлдүлі қалай? Келтірді, ыңғайды келтіріп берді. Айболат, жіберме енді. Мыңдаған студенттер саған сеніп отыр, Айболат. Мыңдаған студенттер саған сеніп отқанда бір серкені босатып алма. Міне алаңдағы. Бұл алаңдағы жай жиі кездеседі ағайын көкпарда. Бұл жалпы палуанның тарталмағанынан емес, тұлпардың бұрылғанынан емес, бұл қорғаушылардың қағып соғып, ыңғай келтірмей, керісінше осылай шығарып салып жатады алаң сыртына. Сондықтан да бұл алаң сыртына шықса ортада жекпе-жек өтеді. Бұл көкпар қасқасында, Найман қасқасында Күнтуған келді алаңға. Міне Күнтуған. Міне. Күнтуған әлде тақымда. Күнтуған естейді. Күнтуған. Міне жақында да. Жігіттер Абылайхан қаға, Айболаттың мінекей қағып соғып біреумен алысып жүргенін көрдіңіздер. Міне Күнтуған жеке дара! Күнтуған келдің жеке! Әлде болса асықпа. Арбамен қоян аласың, асықпа. Серкені мінекей Күнтуған! Жарайсың, есеп 4-3. Күнтуған бері шапшай палуан. Күнтуған бері ішкелі жақын жанкерлерге. Қолдау көрсетіп атқан жанкерлерге. Жарайсың, есеп 4-3. 4-3. Осы есеп сақтап қалсақ та жаман емес. Күнтуған аман бол, айналайын. Міне 4 салымды да Күнтуған. 3 салымды Күнтуған, 1 салымды міне Айболат қойдың. Салды міне 4 салымға еміз әзірше. Әлі міне қырғыздың палуан еңкейеді. Оны келіп еңкейтпей қағып соғып Айболаттың, Абылайхан Қожамбердиевтің қаққаны өте тамаша. Міне қорғау қызметі асықпай. Мінекей 2-ші номерде Бақторы, 2-ші номерде Элбру Ақтагүлікпен Ал Назар біліп алды тақымына. 1-ші номер Бекназар Күнтуған мен бірге та. Күнтуған берме. Міне. Міне ортадағы 1-ші номерде Бекназар Амат. Бұл да оңай палуан емес ағайын. Бағана айтып өтті, Қырғызстан Республикасында чемпионатының чемпионы бұл. Жігіт палуан өте дода көріп жүрген жігіт. Күнтуған ілі-үнілді. Жігіттер не қарап? Оператор діліп кетейін деп жүр олар. Міне. Ат иесін таниды деп атам қазақ бекер айтпайды. Ал енді ортадағы міне Күнтуған міне.
Алыма кім? Бірінші нөмірде Бекназар жеңіске жетті. Осы жекпе-жекте Бекназар мен Күнтуғанның мінекей. Алаңдағы қайтадан жекпе-жек тамашалайтын боламыз. Осы жекпе-жекте Бекназар Амат. Көрейік, әлде болса енді назар аударайық. Қайтадан ағайын жекпе-жек. Күнтуған мен Бекназар қайтадан ба? Төреш түсіндіріп жатыр, ескерту беріп жатыр. Мінекей ортада Найман Қасқан мен Бекназар Аматов жеңіске жетті Бақтұрымен. Жүгір Беку! Айболат Бердімұратовтың қаққанын көрдіңіздер міне. Ай, хорош! Өзі біргені. Екі салым. Екі салым, не? Әлі көрдіңіздер. Сергеймен бірге набысты қолдан бермеу үшін барлық ирағынан жібермей түміне дейін, соңына дейін барды. Жарайсың Бекназар Аматов. Танытуды бастайық қайтадан. Кішкене рух берейік студенттерге. Қарап отыру оңай, тарту одан да қиын екенін білесіздер. Сондықтан да давай жігіттер. Жанкерліктен төр кішкене тірілейік. Маймылдың да ағаштан құлайтын уақыты болды. Төрешінің сықырғымен жігіттер. Ал кетті міне. Ал. Шауып келіп білетін бір палуанды көрейікші. Шауып келіп білу оңай емес. Палуанның палуаны леді. Міне. Жақсы. Бекназар Аматов тамаша әлеуінілді. Астындағы Бақторыстың қайын келдіріп берді. Беку үштеп қойч. Есеп 4-4. Құрмет палуандар. Уақыттың ақырында өтіп жатқан тағы да айта кетейік. Ортадағы жекпе-жек. Асықпа төрешінің сықырғымен. Ал көрейік. Ал мінекей. Хорош! Бекназар Аматов жарқылдай бастады. Жарқ-жұрқ еткен құлыба мінекей. Жеке дара кетіп қала алма. Жібермеуге тырысып жатқан екінші. Хорош! Тынчыдайын. Есеп 5-4 қадырлағайын. Бекназар Аматов салымның иегері. Беріп қойыңыз. Ауысты. Есеп 5-4 ағайын. Соңғы қалған минуттар. Қалай болады екен? Соңғы минутта Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университет теңде-тең түсе ме жоқ әлде жеңе ме деген барлығымыздың ішіміздегі ой. Бірақ қырғыз бауырларымыздың да тартысы оңай емес ағайын. Нағыз тәжірибелі палуандар мінекей. Қайсы еңкиеді мінекей. Абылайхан Қожамбердиевтің Айболат Бердімұратов. Тырыс намысқа. Жіберме міне. Аттың басын. Өліп алып бердің ғой сен. Өліп алып бердің, салып бердің деген осы ғой міне. Өліп бердің, алып бердің, салып бердің, көмек жасадың ғой керісінше. Есеп 6-4. Міне 4-ші номердегі. Жеке дара келді, асықпа, әлетін сақ, міне еңкейді. Жоқ, ортадағы. Міне соңғы минуттар, міне күн туғанның еңкейетін сәт еді. Жоқ, Абылайхан. Ер жігіт, жақсы бай жарайсың, қайтар, қараш ойнап, керемет, бір айырылса, бір ілсе, бір айырылып жатқан көкпар. Үшінші тайм өз мәресіне жетті, есеп 6-4, қадырлағайын. Құрмет, қошемет көрсетейік, жеңіске жеткен қырғыз бауырлар арасында. Жеңгені, міне бір-бірін құттықтап, қол алысып жатыр жігіттер. Алаңда қалсын, алаңдағы нәрсе. Алаңның сыртына шыққаннан қайтадан қол алысып, өздерің қалайсыңдар деп төс қағыстырып қол алысып жатады. Бұл нағыз жігіттің додасы. Ал қадірлағайын, енді ортада жұлдыздарға кезек берейік. Ал енді өнер саласында жүрген өнер майталқын. Вообще
Күнтуған. Бизге бирок айтып алып Рахмет. Күнтуған, қырғыз улақшылары туралы не деп айта аласың? Мощный қырғыздар. Қырғыздар алға, қазақ қырғыз бір туған. Біз жеңілгеніміз жоқ, өкінбейміз. Бір туған бәрі. Жеңіс тілеймін, ол сәттілік. Әлем чемпионы болсын. Беку, сенің ата-анаш туралы не деп айта аласың? Атаңдаштар туралы аябайлап күштікен. Жақсы ойын болды. Күнтуған бұйырса. Күнтуған атычы, жекеме-жекеде ойнатпады ғой. Жеке аты күштікен, мықтыкен. Өзі де мықты бола екен. Тегіс жаққа жеңіп алды. Қоласы ғой. Күнтуған, біздің лигаға келбейсіз бе? Құдай қаласа. Шақырса келесіз бе? Шақырса барам. Келесіз, Құдай бұйырса. Құдай қаласа. Жақсы. Малдар зурайын деп тұршы да барсам. Рахмет, қол егін. Красавчик.